Мадина Кешұлы, менің сұрағым Мадина Ерасылқызына. Мадина Ерасылқыз бізге қарыздарға әбден батқан адамдардан көптеген арыздар келіп түсуде. Өйткені бүгінде естіп жатырмыз, банкілер, микроқаржы ұйымдар, олардың жеткілікті табыстарына қарамай өте жоғарғы пайызбен кредиттерін бере берген. Яғни азаматтар, жаңа өздеріңіз алдыңғы бір сұраққа жауап бергенде өзіңіз де айтып кеттіңіз, азаматтардың борыштық жүктеме коэффициенттердің мәселелері жөнінде. Адамдар жасырын пайыздық деңгейін білмей, кредиттерін ала берген деген сөз. Сондықтан сізге сұрақ, бұрын қарыз алған адамдардың қарызды өтеуге жеткілікті табысы болмаса, кредитті өтеу мерзімін өткізіп алса, банктер мен микроқаржы ұйымдарының міндетіне кредитті қайта құрылымдау бойынша мүмкіндік беру туралы талап енгізіле ме? Рахмет. Құрметті Серік Рахметоллаұлы, әрине бұл қазіргі уақытта заңды түрде банктер мен микроқаржы ұйымдары осы талапты міндетті түрде орындау керек. Ал енді біз қалай оны тексеру керек? Мен айттым, біз оны пруденциялық норматив ретінде былтыр қабылдадық. Бірақ та бізде 242 микроқаржы ұйымы бар. Әр микроқаржы ұйымның артынан түсіп, оны тексеріп, қалай кредитті берді, ол өте қиын. Сол себептен біз осы жылы ең үлкен маңызы бар микроқаржы ұйымдарды таңдап, 77 микроқаржы ұйымын таңдап, олар кредиттердің 90%-ын құрайды, олардың портфелі. Соларды тексердік. Қазіргі уақытта тексерудің алдын ала нәтижелері бар. Осы 46 ұйымның айтарлықтай бұзушылықты таптық. Енді осыған орай олар осы борыш жүктемесін дұрыс есептемеген соң, оларға біз қадағалау шараларын қабылдайтын боламыз. Оның ішінде осы кредиттер бойынша төлем мерзімін, сыйақын мөлшерлерін, мысалы басқа айыппұлдарды, өсімпұлдарды шығару бойынша біз қадағалау шараларын жазып осы қолданыламыз.